ИП иесі өзі үшін төлейтін әлеуметтік аударымдар, олар пенсионка, соцотчисление и медстраховка. Осы үшеуін қай жерден қалай төлейміз деген сұраққа қысқаша видео. Ол үшін біз бірінші Каспий KZ-ға кіреміз, соның ішінде платежиға өтеміз. Платежидің ішінде госуслуги, штрафы, налоги дегенге өтеміз. Осының астыңғы жағында платежи для ИП деп тұрады, соны басамыз. Осының ішінде бізде 5 пункт бар список бойынша. Бұл жерде ИП иесі өзіне әлеуметтік аударым жасағандықтан бізде обязательный пенсионный взносы төленеді, социальное отчисление төледі и взносы на обязательное социально-медицинское страхование төленеді. Яғни ИП иесі біріншісін, екіншісін и төртіншісін төлейді список бойынша. Енді бірінші обязательный пенсионный взносыға кіреміз. Осының ішінде бізде екі выбор бар. КНП 010 обязательные пенсионные взносы и екіншісі пеня. Пеня сіз қарыз болған жағдайда төлейсіз, ал біздің жағдайда қазір біз пенсионканы ғана төлейміз. Ол үшін бізде период оплаты, мысалы май, иін плательщика ИП деген жерге сіз өзіңіздің иініңізді жазасыз. Келесі иін работника деген жерге тоже өзіңіздің иініңізді жазасыз. Неге? Себебі бұл жерде иін работника деген обязательный поле болғандықтан сіз ИП иесі болсаңыз да бұл жерге өзіңіздің иініңізді жаза кетесіз. Сумма деген жерге мысалы сіз минимальный зарплатадан пенсионка жіберіп жатыр деп алайық, ол 6000 теңге, бізде 6000 теңге, и дальше к оплате 6000 теңге дегенді басасыз, оплатить деп басасыз. Бұл жерде мен қазір өзімнің иінімді термеймін, сондықтан қысқаша осылай көрсетем. Дальше бізде екіншісі соцотчисление, социальное отчисление дегенге кіреміз. Тоже выберите тип платежа, басамыз, социальное отчисление и пеня. Пеня жаңағындай қарыз болсаңыз төлейсіз, ал біз қазір социальное отчисление төлейміз. Соны таңдаймыз. Период оплаты бізде мысалы май болады, иін плательщика өзіңіздің иініңізді жазасыз, иін работникаға тоже өзіңіздің иінін жазасыз. Бұл сіз ИП-ның иесі болған жағдайда. Егер сіз работнигіңіз үшін төлеп жатқан болсаңыз, онда иін плательщика ИП дегенге сіз өзіңіздікін жазасыз да, ал иін работника дегенге өзіңіздің жұмысшыңыздың иінін тересіз. Келесі сумма, жаңағындай минимальный зарплатадан аударып жатырмыз деп есептейік, ол бізде 2100 теңге биыл. К оплате 2100 теңге басамыз, оплатить деп басамыз. Енді келесісі медстраховка. Медстраховка бізде ИП иесі өзі үшін взносы на обязательное социально-медицинское страхование деген басады. Төлейді, то есть. Осыған кіреміз. Бұл жерде уже бізде индивидуальный предприниматель деп шығып тұрады. Период оплатыға май дейсіз. Иін плательщика дегенге өзіңіздің иініңізді жазасыз, продолжить дейсіз. Продолжить дегеннен кейін сізде бұл жерде 4200 теңге деп сізге өзі шығады, оплатить деп басасыз, болды. Яғни ИП иесі постоянно сіздің қандай зарплата указывать етсеңізде де сізде 4200 теңге болып қалады. Отчисление на обязательное медицинское страхование мен взносыды шатыстырмаймыз. Отчисление ол работнике төлеп жатсаңыз, тоже төлейсіз, ал сіз ИП-ның иесі болсаңыз, сіз тек қана медстраховка деген кезде взносы на обязательное социальное медицинское страхование дегенді таңдап, осының ішінен төлейсіз. Обязательные пенсионные взносы, социальное отчисление, взносы на обязательное социально-медицинское страхование. Осы үшеуі, қысқаша осы.